Қайырлы күн достар, сіздер мен Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін денсаулыққа пайдалы қызанақ шырынын дайындаймыз. Оған бізге керекті заттар: су, зәйтүн майы, ақжелкен, қызанақ, лимон шырыны, сарымсақ қажет. Ең алдымен біз ақжелкендің жапырақтарын барлығын үзіп аламыз. Бізге сабағы қажет емес, тек жапырақтарын аламыз. Жапырақтарын барлығын үзіп алдық. Енді қызанақтарымызды екіге бөліп, тазалап, бірнеше бөліктерге бөліп, турап аламыз. Одан кейін арнайы құралға лимон шырынын өткізіп, лимон шырынын сығып аламыз. Лимон шырынымыз дайын. Сарымсағымызды да тазалаймыз. Блендерімізға тазаланған қызанақ, сарымсақ, ақжелкен барлығын саламыз. Зәйтүн майы, су, лимон шырынын құйып, барлығын жақсылап еземіз. Бұл шырын денсаулығымызға өте пайдалы. Қан тамырын тазалайды, холестеринді жояды және қан қысымын реттеп отырады. Осындай денсаулығымызға пайдалы шырын дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.